Жүргізуші Толқын Құспанғалиева. Бүгін көрермендерімізге таныстырып отырайын, студиямызға келген қонақтарымыз бар, өнерлі балаларымыз бар. Бұл Ақтөбе қалалық көркемсурет лицейінің оқушылары, ұстаздарымен келе отыр әрине. Таныстырып отырайын, бірінші ұстазымыз таныстырып отырайық. Балдар, қайырлы таң деймін сіздерге. Бұл Айжан Әділгерейқызы және ұстаздары Мүсірепов Сырым және Еңсегенов Елдос. Ал қош келіпсіздер студиямызға. Алған осы жеңімпаз болып келіп жатырсыздар, байқаудан құтты болсын дейін. Ең алдымен көрермендерімізге мен қандай байқау екенін түсіндіріп отырайын. Қымбатты көрермендер, өткен жетіде балаларымыз, осы өнерлі балаларымыз, оқушыларымыз сонау Астана қаласына барып, үлкен байқаудан жеңімпаз болып келіп отыр. Бұл яғни экологиялық білім бағдарламасы аясында өткізіліп отырған жер біздің ортақ үйіміз деген үлкен байқаудан гран-при жеңімпазын алып келіп отыр. Сондықтан да балалар құтты болсын жеңістеріңіз. Ал енді осы байқау туралы бірінші біліп отырсақ, байқау жалпы қандай мақсатта өткізілді? Бұл негізгі байқау Астана қаласында 20-сынан 26-сынан аралығындағы болған байқау. Бұл негіз Шеврон корпорациясының ұйымдастыруымен байқау болған, сурет байқауы. Бұған негізі 16 облыстан жалпы қатысып отыр. 16 облыстан 50 бала саны қатысты. Сол 50 бала санының ішінде бізде Ақтөбе облысы бойынша 6 бала қатысты. Ол 2 білім ордасы, 3 бала біздің қалалық сурет лицейінен өзіміздің, ал 3 бала жаңағы оқушылар сарайынан. Балалардың барлығы осы экологиялық жалпы суреттер байқауында өздерінің жеңімпаздығын, нәтижесін жоғарғы деңгейден көрсетті деп ойлаймын. Қуаныштымыз балаларымызға осындай деңгейден көрсетқанымызды. Түсінді. Рахмет. Енді осы Елдос Сырым сендерге сұрақ қойып отырайын. Осы барған кезде, жалпы байқауға барған кезде сендерді қыдыртты, ең алдымен экскурсия жасады, содан ең бар түсіндірген шығар байқаудың шарттарын. Енді ең бірінші қиын болған байқаудың қиын жері қалай болды сендерге? Мен өзім ойымша айтатыным, маған бәрі жақсы болған сияқты. Кішкене қиындықтар болды, бірақ оны жеңе білдік. Ал қандай тапсырма берілді сендерге? Ең бірінші берілген тапсырма қандай болды? Бізге әртүрлі техникалармен жұмыс жасауды үйретті. Бізге берілген тапсырмалар, бірінші берілген тапсырмалар суретші апамыз осы бір ішкі сезімді сыртқа қарай шығару нәтижесінде осындай бір сурет салдық. Ашық түстен қанық түске дейін көрсеттік, қағаз бетіне түсірдік. Қай жағынан қиын болды бұл жерде енді? Мүмкін басқа ортаға барғаннан кейін басқа балалардың жаңағы басқа балалар менен озып кетеді ау деген сияқты ондай қорқыныш болған жоқ па, сезімдер? Болған жоқ па? Болған жоқ. Ұстаздардың қастарында болған соң мүмкін өздеріңді сенімдірек сезінген шығарсыңдар, еркін сезінген шығарсыңдар. Ал енді қандай құралдармен салдыңдар осы? Қандай құралдар пайдаландыңдар? Біздер акрил бояуымен, сосын қылқаламдар, сосын қалақшамен мастерге. Жалпы тапсырма барлығына бірдей ортақ болды? Бір тақырыпта болды. Елдоста, Сырымда? Барлығы, жалпы 50 бала саны бір тақырыпта жұмысшы. Барлығы. Түсінікті. Ал енді екінші тапсырма қандай тапсырма болды? Екінші тапсырма негізі Қазақстан жалпы республикасының гипстен карта жасау керек болды. Бұл жерде әр облыс өз облысының бейнесін шығару керек. Ол жерде экология тақырыбы болған жақтан балалар өздерінің облысында қандай ескерткіштер бар, мүсіндері бар, жалпы қандай бульварлар бар, парктер бар, немесе жәндіктер бар, жануарлар бар, солардың бейнесін ашып көрсету керек. Мысалы, біздің облысымызда айтып отқандай мүсініміз, ескерткішіміз, Әлия Молдағұлованың ескерткіші бар. Сонымен қатар үлкен ғимараттар, Нұрдәулет мешіті бар. Нұр ғасыр мешіті бар ашылып атқан. Сол балалар жалпы облысымызда қандай жәндіктер бар, немесе ғимараттар бар, соның бәрін ашып көрсетіп, өз қолдарымен жасап, Ақтөбе картасын бейнелетті. Елдос, сен жалпы өзің қандай сурет салдың?
Осы Ақтөбе картасын көрсеткен кезде. Ақтөбе карта мен осы Ақтөбеде мекен ететін Ақбөкенді салдым. Бейнесін жасадым. Ал сен сырым? Мен жылқы істедім. Жылқы бейнесін. Ол жерде Чернова Елена Нұрдәулет мешітін жасады. Так, сосын Зарина жасады, оқушылар сарайынан қыздар жасады. Ол жерде бульвар. Біздің 12-ші мультиковыданда ашылған. Сосын Жұмажан деген қыз баламыз жасады Алия Молдағұлованың ескерткішін. Бәрекелді. Барлығын біріктіріп, Қазақстан картасының ішінде Ақтөбе облысын жасадық. Түсінікті. Ал енді одан әрмен қарай балалар бұл байқауда тек қана балалар емес, сонымен қатар сіздерге де ұстаздарға да шебер класстар өтті. Бұл жерде бізге негізінде шебер класты мұғалімдер бір-бірімен пікірталас сабақ жүргізу керек болды, ашу керек. Енді бізде уақыт ол жерде аз болғандықтан көбінесе бізде 3-ақ шебер класс өтті. Соның бірі, міне өздеріңіз алдарыңызда көріп отырғандай, мінекей гүлдің құмырасын әшекейлеу болды. Бұл сіздің жұмысыңыз? Қолданбалы өнерде. Бұл менің өзім бізге не көрсетті, қалай жасау керек техникасын айтқаннан кейін қызықтықты өзіміз қолымызбен жасап үйрендік. Көрермендерімізге жалпы айтып отырайық, мынау қарапайым гүл өсіретін құмыра. Бұл құмыраны, мысалға, мынаның сыртында бірінші немен қаптадыңыз? Так, бірінші бұның қарапайым сыртын жағы капрон материалмен қапталған негізі. Содан кейін оның үстіне әркім өзіне не ұнайды, ол жерде қапшықтың қабы бар, өздеріңіз көріп тұрғандай, және пластикалық ермек сас. Ол жерде бар. Сосын қарапайым әдемі моншақтармен әшекелеу болады. Ең соңында жұмысты әбден аяқтап болғаннан кейін, 1 сағаттан кейін бар жұмыстың соңында жабылады, краскамен боялады, болмысты жабылады. Сонымен осындай әдемі құмыра шығады. Ал енді мұна бір құмыраны түсіндіріп өтсеңіз. Бұның да осындай сырты қапталған сондай материалмен? Сондай, тек қана бұл жерде техникасы өзіміздің қарапайым қағаз, жұмсақ біздің, және одан кейін тазалайтын таяқша, сосын қарапайым жіп жылтыр. Түсінікті, соның барлығын сыртынан жаңағыдай жапсырып, әшекейлеп сәндейміз құмыраны. Түсінікті. Сіздерге берген тағы бір тапсырма бойы бұл жаңағы тастарға сурет салу. Әшекейлеу өнер, Осы туралы не айтып Бұны бізге негізі шебер классы жүргізген Ақтау қаласының мұғалімі Сатвалдина Жана деген мұғалім. Бұл жерде біз негізі 3 тасқа бейнелі сурет салдық бейнесін. Бұл жерде көз тимесіндегідей мағынаны аштым. Қолданбалы бейнеде көз тимесін адамға. Мағына менің суретінде болса осылай көрсетті. Ортасындағы көз мына жерде көрсетілген бізде. Ал екінші жұмысында Астананың жалпы негізгі бейнесі алғаным. Бұл тастарға сурет салу қалай салынады? Ең бірінші мына тасты, негізгі тасты бұл жерде қарапайым тасты аламыз, өзен бойында жатқан сол тастың үстін әуелі 1 сағат қайнатып аламыз. Тасты негізінде қайнатқаннан кейін ол тастың үстіне акрил краскасын ақпен жабамыз, бекітеміз. Содан кейін барып акрилдің кез келген түрлі түсті бояумен сәндейміз. Түсінікті. Ал енді балалардың өздеріне жұмыс беріліп жатыр, сіздерге де жұмыс беріліп жатыр, қобалжу деген сізде болған жоқ? Басында кішкене тасқа салу мен ойладым қиын шығар еді. Негізі өзім кішкентайымнан бір қызық көретін осы тасқа салғанды. Сосын анаяққа барған кішкене қиындау болды, бірақ бір салғаннан кейін үйреніп кетті. Қызыққаным сонша қайта салдық қой, 3 тасқа, 4-5 тасқа сол жерде. Дұрыс, әрине адамды қызықтырады, көз тартады. Сондай бейне алды. Ал енді балаларға берген тағы бір тапсырмаға көшейік. Өте бір қызықты әңгіме болып отыр, өзім де қызығып отырмын. Тағы бір қандай тапсырма берілді? Бұл қуыршақтар туралы айтып өттіңіздер жаңа? Так, балдар өздері айта қойсын, кішкене қатысын басын. Дұрыс айта ғой. Қуыршақтар, оны бізге де үлкен ондай шебер жүргізді. Ол қуыршақтармен жасау біз өзіміз жасап көрмеген бұл жайт. Біз ол қуыршақтармен сол кезде таныстық. Оны қандай түрлерімен, мысалы планшеттік, саусақпен жүргізетін. Соларды ең біріншіде бізге апарып көрсетті, қалай іс-қимылдарын жасау керек. Оны қалай жүргізу керек барлығын көрсетті. Сосын ішке келген кезде оны жасау материалдарымен таныстырып, оны біздерге өзіміз жасадық. Өз қолдарымызбен жасадық. Қуыршақтардан бірінші көрініс көрсетті. Содан кейін сіздер ол қуыршақтарды жасау үшін техникасымен таныстыңыздар. Одан кейін өздеріңіз сол қуыршақтарды жасауға
жұмысқа кірістіңіздер. Ол жұмысқа кірісу үшін әуелі ең бірінші қуыршақты сіздер таңдап аласыздар. Әуелі балдар ойластырады. Бұл жерде сценарий құру керек. Балалардың өздері құру керек. Өздері құру керек, ойластыру керек, әуелі тақырып қою керек негізінде. Бұл жерде біз тақырып алдық экологиялық көмекшілер. Экологиялық көмекшілерінде жаңа балалар ертегі кейіпкерлерін ашу керек. Мағынасында ертегі кейіпкерлерінің негізгі кейіпкерлер бізде Буратино, сосын Мальбина және Перо болды. Осы үшеуінің арасындағы жалпы экологиялық жағдай. Олар не істеп жатыр экологияда, соның мағынасын ашу керек балдар. Сосын балдар бұл жерде үш кейіпкердің бейнесін жасағаннан өзі қолдарымен жасап, сол бейненің рөлінде ойнау керек. Сөйту керек. Сол балдар жақсы жасап өз қолдарымен ойнады. Бұл жерде жаңа Мальбина кішкене Буратино ақыл айтады. Буратино кішкене жаңаға мінезі ашушаңдау болады. Бүкіл барлық экологияда болып жатқан жағдайдың бәрін шашып, төгіп, сөйтеді орнына жаңадан АЗФ заводын құрғысы келеді. Ол АЗФ завод негізі экологияның барлық бөлімін құртап, өздерін көріп жатқандай жалпы сол экологияны құрмау үшін кішкене Мальбина барып ақыл айтады. Түсінікті. Ал енді балалар жұмыс жасап жатырғанда сіз араласқан жоқсыз, балалардың өздері жасап. Жоқ, біз кішкене көңіл ауызбен жаңа неміз айтамыз. Ақылдарымызды айтып көмек береміз балдарға. Өйткені қаншама бала ана жерде екі топ болып жарысып жатыр, екі команда болдық бұл жерде облыс бойынша. Біз негізінде Атырау, Ақтөбе командасы болдық бұл жерде. Ал енді жаңа қуыршақтарды дайындағаннан кейін бұл көріністі өздерінің балалар өздері қойып, өздері сезіп ойнап көру керек. Бұл жерде тек қана қол өнері емес, сонымен қатар актерлік көрсету керек. Іс-қимылдарын тірілте білу керек. Тірілте білу керек. Жаңа куклалардың қозғалыстарын бәрін салу керек, дауысын. Сырым, сен кім болып ойнадың? Мен Елдос екеуміз Буратино кейіпкерінде ойнадық. Оңай емес бір куклада ойнау жерде, конечно. Жалпы екі адаммен ойнайтын қуыршақ планшеттік деп аталады. Жалпы өздерің жасаған жұмыстарың өздерің көңілдерінен шықты ма? Шықты. Қуаныштысыңдар ғой? Қуанышты. Түсінікті. Ал енді балдар айтып отырдыңдар, осы сурет салу үшін, яғни осындай бір керемет өнерді жасау үшін шабыт керек пе, әлде сендер кез келген уақытта мысалы сурет сала саласыңдар ма? Әлде мүмкін оған дайындықпен келу керек пе, әлде болмаса ол сіздердің бойларыңызда тұрған бір кез келген уақытта бір келе салатын бір өнер ма сондай? Қалай түсіндіруге болады осыны? Сурет салу үшін не істейсіңдер әуелі? Бізде сурет салу үшін осы ішкі жан дүниемізді сыртқа қарай шығарып саламыз. Осылай не көреміз, соны саламыз. Натурадан да қарап саламыз. Біздер сөйтіп әртүрлі нелермен саламыз, сосын қазіргі заманда әртүрлі техникалармен салып үйрендік. Сонымен қатар пейзаж ретінде табиғат аясында салуды үйрендік. Осы Астананың әдемі ғимараттарын соны бейнелеп салдық. Яғни пленер ретінде. Ол жарыс жалпы пленер ретінде өтті. Пленер жалпы жаңа байқауға барып қайтқан кезде ол жақта байқаған шығарсыздар, енді басқа бір техниканың дамыған түрлі. Сол жағынан айтып өтсеңіздер, қандай техника дамыған? Бұл жерде негізді техниканың жалпы барлық жағынан жақсы дамыған Астананың өзінде. Балдарға кішкене бұл жерде таныс болғаны акрил краскасы, жаңағы акрил краскасымен балдар жасап көрмегесін жерде қызықты болды бұларға. Бірінші техникада жаңа сезімталдық кескіндеме болды ғой. Сол жерде балдар әр жылы түспе салқыныстың айырмашылығында ойнау керек болды. Ол жерде ойнағанда балдар қылқаламның ұшымен ең бірінші негізгі көрінісін жасап алады, содан кейін үстіне бейне салу керек, бір бейнені шығару керек болды. Жаңа Елдостың жұмысын көріп тұрған шығарсыздар, ол жерде де негізгі бейне суреті салып алған. Елдостың жұмысы, ең бірінші жұмыс тақырыпта ашылған осы сезімдалдық кескіндемеде. Ол өзінің негізгі сезімдалдық бейнесін, ақыл ойын, жалпы ойын жоғарыдан көрсеткісі келді. Тау бейнесін көріп тұрған шығарсыздар, екі бала жоғардан биіктен көрсеткісі келіп отыр. Ал енді Сырымның жұмыстарын көрсетпей қалып жатырмыз, қымбатты көрермендер, себебі Сырымның жұмысын, барлық жасаған жұмыстарын Астана қаласында алып қалған. Себебі 16 облыстың ішіндегі ең үздік бала гран-при алып отқасын. Бұл жұмысын баланың қайтармайды ешқандай жұмысын. Ол жұмыстардың барлығы келесі жылы балдардың альбомдар шығады, сол альбомға басылады, басылма болып шығады. Ал енді біздің әңгімемізге хабарласып отырған көрерменіміз бар, қабылдап көрейік. Алло. Алло. Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Қош келіпсіз.
Мен қонақтарыңызға сұрақ қояйын деп едім. Осы 16 облыстың ішінен біздің ақтөбелік жас өнер иелері гран-при иеленгеніне өте қуанып отырмын мен. Дұрыс. Енді осы балалар өздері туралы айтып берсе, қайда оқиды екен, армандары қандай екен? Рахмет сұрағыңызға. Өздерің балалар өздері туралы айтып өтсе екен дейді. Таныстырып, өздерің қайда оқисыңдар? Мен атым жалпы Мүсірепов Сырым. Мен осы халықаралық көркем сурет лицейінде оқимын, Ақтөбе қаласында. Ол негізі сонда жалпы ең басынан меңгеріп жатыр осы. Осы нолевой класстан бері қатыстық соған. Қазір 3-ші класты бітіріп. Сырым, енді өзің арманың туралы айтып өтсең. Мен болашақта атақты мүсінші мен суретші болғым келеді. Осыған талпынамыз. Әркім, әр адамның өзінің бір болашақта арманы бар, соған талпынады. Бәрекелді. Мен де осыған талпынамын. Ой, бәрекелді. Рахмет жауабыңа. Елдос, сенің қандай арманың бар? Өзің таныстырып өтсең көрермендерімізге. Менің аты жөнім Еңсеген Филдос. Мен осы 33-ші орта мектептің 9-шы сынып оқушысымын. Көркем сурет лицейінде 3-ші сынып оқимын. 3-ші сынып оқимын. Менің негізгі арманым өзім таңдаған мамандығыма түсу. Ой, бәрекелді. Ал енді асқақ армандарыңа қол жеткізіп, үлкен азамат болыңдар. Ал енді осы жаңа байқауға тағы бір оралайықшы. Қай облыстың балаларының жұмыстары өздеріңе ұнады? Ұнады ма жалпы, ондай жұмыстар болды ма, ұнаған? Иә, ұнаған болды. Қай облыстан келген балалардың жұмыстары ұнады? Жалпы әртүрлі деп айтуға болады. Астананың балдары да жаман емес, жақсы сурет салады. Олар көрсете біт суретті. Сонымен қатар алған әсерлерің қандай? Қандай әсер алып қайттыңдар? Осы байқаудан, осы жалпы Астанаға барып, қыдырып, осы байқауға қатысып қайттыңдар, жүлделі болып қайттыңдар. Қандай әсер алдыңдар? Экскурсиялар бардыңдар. Қайда бардыңдар, не көрдіңдер? жалпы біздер көрген нелеріміз, біздер экскурсияға барып саяхаттадық. Онда әсем ғимараттарын көрдік. Астананың гүлденіп жатқан Астанаман ұнады. Онда әртүрлі ғимараттар салынып жатыр. Қазірде сол әдеміленіп жатыр. Сонда неше түрлі нелер ғимараттарды көрдік, зәулім. Түсінікті. Рахмет. Ал енді жалпы өздеріңнің Елдос, Сырым ұстаздарын туралы айтып өтсеңдер. Айжан апай қандай? Айжан апай жақсы. Айжан апайдан не үйрендіңдер? Айжан Ізгелен апайдан біздер үйренгеніміз түрлі нелерді үйрендік. Олар бізді көрсете білді. Біз ішкі сезімізді сыртқа қарай шығарып салалдық. Соны көрсете білді, үйретті. Осы мен ең басында қатысқанда маған Айжан Ізгелен апай беді. Алғашқы ұстазым болды. Түсінікті. Рахмет. Ал енді бұл жерде менің алдымда көптеген сыйлықтар жатыр екен. Осының бірін көрсетіп өтейін. Ең үлкен сыйлығымыз бұл жаңа алған Астана қаласына алып келген гран-при. Жалпы 16 облысының ішінде алып келген облысы гран-при. Жүлделеріңіз құтты болсын. Қымбатты көрермендер, бұл үлкен Ақтөбе үшін үлкен қуаныш, үлкен мақтаныш деп айтқымыз келеді. Және балалардың өзіне де бірнеше дипломдар берілген екен. Мына жерде менің үстелім үстінде көптеген дипломдар жатыр, сонымен қатар кітаптарды сыйлыққа алған кітаптар балдардың. Және балаларға да осындай өнерлері үшін алған орындары үшін жаңада мынадай бір сыйлықтар да беріп жатыр. Жұмыс құралдарын берді. Оқу құралдарын. Бұл енді баланы алға қарай ынталандырып, одан әрмен қарай сурет жақсы салып, өнерлі болсын деген мақсатпен беріліп отырған жалпы байқаудың да мақсаты осылай ғой. Баланы ынталандырып алға қарай. Сонымен қатар бір жақсы тақырып алған екен. Бұл енді экологиялық бағдарлама аясында енді жаңағы тақырып жер біздің ортақ үйіміз деген жақсы тақырыпта барып қайтқан кездер. Ал енді бір осы байқаудың тағы бір ерекшелігі, келесі жылы бұл байқауға бұл балалар бара алмайды. Қатыспайды уже екінші рет балалар. Өйткені бұл байқау бізде жалпы лицей қатысып отқан жылы 3-ші рет гран-при біздің алып отқанбыз лицей, қалалық көркем сурет лицейі.
негізгі бірінші гран-при 2003-те алдық, сосын 2008-де алып отырық. Гран-при Ақтөбе жалпы облысы. Осымен 3-ші гран-при алып отыр біздің балаларымыз. Сол балалар өздерінің жалпы алған білімдерін жоғарғы деңгейде нәтижеде көрсетіп отыр. Бәрекелді. Соған Рахмет. біз де қуаныштымыз өзіміз. Әрине, қуаныштарыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Ал балалар, сіздерге тек қана асқақ армандарыңызға қол жеткізіп, үлкен азамат болыңыздар дегім келеді. Үлкен суретші болыңыздар, мүсінші болыңыздар. Сіздер ұстаздарға енді оқушылардың жемістерін, еңбектерінің жемістерін тілейміз. Қуантып жүре берсін оқушыларыңыз. Қымбатты көрермендер, сіздердің естеріңізге сала кетейін. Бүгін бізде студиямызда қонақта болған Ақтөбе қалалық көркемсурет лицейінің оқушылары және оқушылары бұл Мүсірепов Сырым және Еңсегенов Елдос және ұстазы Айжан Әділгерейқызы. Ал жеңістеріңіз тағы да құтты болсын.